Белгілі мобилограф Айжұлдыз Адайбекованың бұрынғы күйеуі Қыран Талапбек екінші рет үйленді. Ұзақ уақыт бойы сүйіктісін көпшіліктен жасырып келген Қыран Талапбек қалыңдығын көрсетті. Оның таңдауы Гүлзада есімді жас актрисаға түскен. Қыран әлеуметтік желідегі парақшасында қалыңдығымен бірге түскен суреттерін жариялады. Бақытымды таптым. Негізі ол ылғи жанымда болатын. Жай ғана сіздер байқамағансыздар ғой деп жазды Қыран Талапбек. Жас жұбайлар қазақтың салтымен қалыңдыққа сырға салып беташар жасап құдалық өткізді. Қыран мен Гүлзаданың қуанышында әзілкеш Нұрболат Қанай, Жандос Самалбеков, Қабдол Тілеков және әнші Артур Дәулетияров бой көрсетті. Оқырманның басым көпшілігі Гүлзада Тұрлаштың Қыранның бірінші әйелі Айжұлдыз Адайбековаға ұқсатты. Бұрынғы әйеліне қатты ұқсайды екен, Айжұлдыздан аумайды ғой, Айжұлдызға қайтып қосыла салмадың ба? Айналып келіп соған ұқсаған қыз алыпсың, бұрынғы келіншегіма деп ойлап қалдым, талғамың өзгермепті деп жарыса жазды желі қолданушылары. Еске сала кетейік, Қыран Талапбек 2020 жылы әнші Жанар Айжанованың қызы Айжұлдыз Адайбековамен шаңырақ көтеріп, арада көп уақыт өтпей ажырасып кеткен болатын. Қазір олардың Назар есімді ортақ ұлдары бар. Кейін отандық бағдарламалардың біріне сұхбат берген Қыран Айжұлдыз Адайбековамен ажырасқан соң өзінің сүйіктісін тапқанын және басы бос еместігін айтқан еді. Қыранның қазіргі сүйіктісі Гүлзада Тұрлаш та 17 жасында тұрмысқа шығып ажырасып кеткен. Танымал мобилограф Қыран Талапбектің екінші әйелі Гүлзада Тұрлаш әлеуметтік желіде күйеуімен қалай танысқанын айтып берді. Жас жұбайлар 2 жылын таныстыққа арнаған. Достықтан басталған қарым-қатынас махаббатқа ұласып, күні кеше 2 жас шаңырақ көтерді. Біз кездесіп қалдық, бірақ ұзақ уақыт бойы жақсы достар ретінде араластық. Қыран мені анаммен мейманханада тамақтанып отырған жерімнен көріп қалыпты. Мейманханадағы программа арқылы менің нөмірімді тауып алған. Одан бұл әрекетінің себебін және не көздегенін сұрағанымда, менің сырт келбетімді ұнатып қалғанын, түсірілімге шақырғысы келетінін айтты. Сөйтіп екеуміз сөйлесіп жүргенде, ол мені Тойотаның түсіріліміне шақырды. Мен қарсылық білдірмедім, бірақ біз сол күйі кездесе алмадық дейді Гүлзада Тұрлаш, жас актриса Қыранмен бас қосуын тағдыр деп түсінеді. Бір кездері мүлдем сөйлеспей кеттік. Бірақ қалада бір-бірімізбен жиі кездейсоқ жолығып қалатынбыз. Мен ешқашан ешкіммен Қыран сияқты жиі көріспейтінмін. Бір-бірімізді аптасына бірнеше рет әр жерде көріп қаламыз. Бірде ол маған жазып, мені түсірілімге шақырды. Ол түсірілімге менің ешқандай қатысым болмағанын кейін білдім. Қыран менімен сөйлескісі келген екен. Бірақ мен шыққан жоқпын. Сөйтіп ол мені Apple өнімінің түсіріліміне шақырды. Біз әр түрлі тақырыпта сөйлесетінбіз, бір-бірімізден жалыққан емеспіз. Бірақ ол үшінші кездесуде маған тұрмысқа шығуға ұсыныс жасады. Мен абдырап қалдым деп естеліктермен бөлісті жас актриса.